Жума ве күн шерифлеріңіз қайырлы олсын. Бүгін ноябрінің 18-і ве Қырым ишғалінің 995 күні. Шымдыки эфирімізде бойле малыматлар. Женкеверлер Мариупольге учум ете білелер. САУ, МД градны ишлетелер. Украинаға қаршы тежавозы девам етечек. Менже Русия басқысы девам етечек. Русияге қаршы санкциялар тоқтатылмайжақ. Зарар кетіргеніне бақмадан Русия ile işbirlik yapmayacak. ОБСЕде Мариуполь тарafından женкеверлерінің олабілежек үжімі ақында тенбейледілер. ОБСЕде Америка Қошма Штатларының елшісі Дэниел Берн айтқанына көре, бұл районда Русия ос арби күшіні құветлештіре. Бұндан да ғыры ОБСЕ Русия ве Украина сынырыны 30 бин аскер кешкеніні қайдетті. Женкеверлер Кенеде Минск анлашмаларының ясақ етілген град системаларыны құланмаға башлағанлар. Бұ ақта Донецк арби гражданлық мемориет елбашчысы Павло Жебривский білдірмектедір. Гатять із 152 мм. Атышны 152 ве 122 артиллериядан ачалар. Широкинаға танктан үджеметелер. Егер әвел атышу олған олса, бүгін Русия женкеверлері бір шеге бақмайып, МСАУ, МД градны ишлетелер. Минск анлашмалары бойынша ясақ етілген калибрлер ісе дайма ишлетелер. САУ працюють уже гради. Русияның Украинаға қаршы тежавузы девам етечек. Америка разведкасы бойле тахминлер білдіре. Америка Қошма Штатларының милли разведкасының мудиры Джеймс Клаперның айтқанына көре, яны сайланған президент Дональд Трампның Вашингтон ве Москва арасында мұнасибетлері елештірмек қарары үшін Русия оз басқынжы позицияны ненештірмейджек. Очевидно, Росія хоче утримати... Бесебелле Русия ишғал етілген ерлерде оз тесеріні сақламаға істей. Менже Русия басқысы девам етечек. Мен Минск анлашмаларының riayet етілмесі бойынша истиғбаліні көрмейім. Менің фікірімже бойле вазиет девам етечек. Напівтиша. Кремль Минск анлашмаларының шартларыны еріне кетірмегеніне қадар Русияге қаршы көрсетілген санкциялар күшінің жоймамасы ғайет мұйымдар. Бұны Америка Қошма Штатларының президенті Барак Обама, Алманияда канцлер Ангела Меркель өткерілген бераберлік матбуат конференциясы девамында білдірді. Америка Қошма Штатларының яны сайланған президентінің біз кеби құрған йөнеліш бойынша әрекет edecegini ве ішке біз кеби davranacağını beklемейм. Ләкин үмітетем ки о реаль саясетчі усулыны диққатқа алмайчақ. Ве дигер мемлекетлерге зарар кетіргеніне бақмадан Русия ile işbirlik yapmayacak. Авропа бірлігінің шурасы украинлілер үшін виза режимні редетілівіне разылық берген. Яқын вақытта бұл суальны енді Авропа парламентарийлері бақмақ керек. Украина ватандашлары 180 күн әчіресінде 90 күн девамында визасыз Авропа мемлекетлерінде болуна білежектір. Авропа бірлігі тарафындан қойылған шартларыны Украина акиметі бечергені ақында білдіріле. Дотримується своїх власних зобов'язань. Шымда Авропа виза режимі тоқтатылуынен оғырашыжақ институтны белгілемек керек. Біз ұмыт еткенімізге көре, яқын вақытта өткерлежек Авропа шурасынан топлашуында бұл суал бақылажақтыр. Авропа парламентінің депутатлары бұна азырлар. Бұл суал тек күн тәртібіне қойылмасы қалды. Бөле қарар қабыл етілгені пек güzel. Мен оны алғышлайым. Буде вже перекинути м'яч на бік Європейського парламенту. Исвечре Русия Думасындaki Қырым депутатларына қаршы көрсетілген санкцияларға қошылғандар. Жетвелге 6 инсан, яғни Руслан Бальбек, Константин Бахарев, Дмитрий Белик, Андрей Козенко, Светлана Савченко ве Павел Шперов кірді. Кеченлерде Америка Қошма Штатлары ве Авропа бірлігі ишғалжы Қырым депутатларына қаршы санкциялар көрсеткендер. Түркиедегі шахтаның эшіліві себебінден 3 адам әлек олғандар, 13 яраланды. Фаджиа мемлекетінің Женюби шарқындaki Сиирт велетінде Ширван шайры янда юзбергендер. Құртарыжы ве қыдырув бригадалар çalışмақта, базы инсанлар аляда ер астында қалмақталар.
Kaç kişiden bahsediliyor efendim? Харьковден Түркияге Месхети яне Ахыска түрклеріні алған эки учақ yollanıldı. 2015 сенесінің декабрь айынан берлі бұл Украинадан Түркияге кеткен түрклерінің 4-ші группасыдыр. Тарихи ватаны олған Түркия топрағына енді 2000-ге яқын инсан қайтарылмағандыр. Умумен есе Түркия хакимиеті Донбастан 3000-ге яқын инсанны көчірмеге планлаштыра. Турки-москітинці на свою історичну батьківщину до Туреччини. Сьогодні відправляється 2 рейси і завтра ще буде. Бұл біздің соңғы хабарымыз еді. АТР-ден айрылмаңыз. Көрішмек үзре.